Қалайсыздар достар, бүгін республика күні құтты болсын. Біздің еліміздің көк туы әрқашанда биікте желбірей берсін. Бүгін қарап отырсам, пердем кірлеп кетіпті. Ішіндегі тюлі сосын алдында қой жуып тастайын деп, сіздерге еще лайфхакпен бөлісейін деп шештім. Осындай тюльдарды аппақ қылатын бір күшті әдіспен бөлісетін боламын сіздермен. Негіз белизнаға салып ағартсаңыздар да болады, бірақ басқаша бір тәсілді көрсететін боламын. Осылай пердені тюльді алып алдым. Әрі қарай сіздермен күшті лайфхакпен бөлісетін боламын. Видеоны аяғына дейін қараңыздар. Не қараңыздар, пердем кір болып кеткен, өйткені бір 4 айдай болған жуылмағанына. Жазда біз терезені ашып қойдық, мына көрші үйде как раз стройка болыпты, шаң тозаң кірген ғой пердеге. Ана тюль деген қап-қара болып кеткен, енді осыны тазалайтын боламыз, тап-таза қылып. Осылай ілгіштерін мен алып жүрмеймін, каждыйын осылай жинап аламын да. Кәдімгі капроновые колготки бар ғой, колготкиді аламын да. Осыған кигізіп қоям басына. Қатты буып қоям да, стиралкаға салам, болды, ештеңе де қалмайды. Перделерім шыртылмайды да, оны алып салып жүрмейсіздер. Күшті лайфхак. Одан кейін осылай стиралкаға барлығын салып. Міне сода қосамыз, сосын кәдімгі аспирин бар ғой, аспирин қосамыз и порошок қосамыз, болды. Пердеміз аппақ тап-таза болып шығатын болады. Енді сіздер былай есептейсіздер, мысалы сіз екі терезелік перде жуатын болсаңыз, 2 аспирин салсаңыз болады. Мен 3 терезеге арналған тюль болғандықтан 3 аспирин салып жібердім. 3 аспиринді алып осылай перденің дәл үстіне саламыз. Үшеуін әр жерге тастадым, осылай сөйтіп қалпағын жабамыз. Енді содамыздан 3 ас қасық осындай порошок салатын жерге саламыз. 3 ас қасық сода саламыз. Одан кейін порошок саламыз. Мен 5 ас қасық салдым. Пердем қап-қара болып кеткесін. Ес қатты кір болмаса 3 қасық салсаңыздар да болады порошокты. Сосын ыстық суға жуамыз. Мен 40 градусқа жудым. 40 немесе қатты кір болса 60 градусқа жусаңыз да болады. Сосын сразу пердені аламын да іліп тастаймын. Осылай күшті тап-таза аппақ болып шықты тюлім. Енді қалған бөлмелердің тоже осылай алып жуып тастайын. Қарағандарыңызға рахмет. Каналыма жазылуды ұмытпаңыздар. Достар, сіздерде тағы 100% жұмыс жасайтын лайфхактар болса, комментарийда бөлісе отырыңыздар.